хрустящий миндаль дайындаймыз. Ол үшін бізге ақуыз қажет болады. Оған біз қант ұнтағын салып, жаймен араластырып аламыз, миксерлемейміз. Содан кейін миндаль слайсыйын, шемішке, кунжут, мак, асқабақ дәнін және де басқа да жаңғақтар салып араластырсаңыздар болады. Енді дайын болған массаны біз қағаз капсулаға салып, масса дұрыс бірігу үшін үстінен қасықпен басып шығыңыздар. Пеште 20-30 минут қызарғанша пісіреміз. Көлеміне қарай әр түрлі уақытта піседі. Міне осындай болып қызарып пісіп шығу керек. Тек толық суығаннан кейін капсуладан аламыз. Жаңғақтар суығаннан кейін капсуладан алып шығасыздар. Дұрыс піссе оңай алынады. Өздеріңіз көргеніңіздей тез оңай дайындалады. Және алдын ала жасап қоюға болады. Астарыңыз дәмді болсын.